Бүгінгі тақырып блокчейн туралы болады. Жалпы блокчейн, сіз айтишник болсаңыз да, айтишник болмасаңыз да, сізге білу керек тақырыптардың бірі. Себебі қазіргі заманның ең озық технологияларының бірі осы блокчейн. Бүгінгі сабақ теориялық сабақ болғанымен өте қызыққа толы тақырып болайын деп тұр. Сондықтан сабақты мұқият соңына дейін көріп шығыңыз. Және блокчейн тақырыбынан ұбт-да міндетті түрде сұрақтар келетін болады. Қазіргі кезде пробныйда сол 16-шы сұрақтың төңірегінде осы блокчейн тақырыбынан сұрақтар келіп жүр. Сондықтан тақырыпты соңына дейін көріп шығыңыз. Достар, маңызды ақпарат айта кетейін. Сабақтардың шығу жиілігі өте ұзап кетті. Сол үшін сіздерден үлкен кешірім сұраймын. Бірақ мен сіздер түсінеді деп ойлаймын, өйткені мен де сіздер сияқты оқушымын, былайша айтқанда студентпін. Қазір өзімнің сабақтарым бар, сіздер сияқты үй жұмысым бар, лабораториялық жұмыс дейді, сол сияқты рубежный контроль дейді, сессия дейді. Өзім сабақтарыма шынымды айтсам үлгермей кеттім, әрең үлгеріп. Негізінде мен де тезірек курс жасағым келген, толық курстың бағдарламасын жасап қойғам, планын бәрін бітіріп қойғам, әрбір сабақтың презентациясын жасап, ол презентацияда айтылатын мәліметтердің барлығын дайындап, тест нұсқаларын дайындап, барлығын жасап қойғам, бірақтан сабақтарды түсіруге мүлдем жаңағыдай мүмкіншілік болмай жатыр. Өзім сабағыма үлгермей жатырмын. Сол үшін қазір кішкене тоқтап тұр. Бірақ бұйырса бір 15-20 күннің ішінде мен өзім сабақтарым толық бітеді университеттегі. Содан кейін барлығын қайтадан қолға алып, YouTube-та сабақтарды, мен жасаған сабақтардың бәрін тегін шығарып отыруға сіздерге уәде беремін. Бұйырса, биыл енді менің негізгі мақсатым бұл жақсы оқушылар шынымен көрген кезінде рахмет айтатындай бір курс жасағым келеді. Шынымен качественный, шынымен толық өзім сөзімен айтатындай бір мықты курс жасағым келеді. Сондай бір сабақтарды түсіргім келеді. Сондықтан енді арнаға міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Келесі видеоны келесі сабақта жіберіп алмау үшін колокольчикті де басып қойыңыздар. Олай болса сабағымызды бастайық. Бүгін біздің негізгі танысу керек тақырыбымыз бұл блокчейн туралы болады. Бірақ бірінші блокчейнмен таныспас бұрын криптография, хеш деген сияқты ұғымдармен танысып алайық. Кеттік. Криптография дегеніміз не? Криптография бұл қандай да бір құпия ақпаратты бөгде адамдар оқи алмау үшін әртүрлі математикалық амалдарды қолданып, өзгертіп, сонда зерттейтін ғылым саласын айтады. Жалпы криптография ғылым саласы бұл баяғыда көнеден келе жатқан ғылым салаларының бірі. Бұл баяғы кездегі соғыс заманында, сауда-саттық кезінде әртүрлі бір құпия ақпараттарды сақтау үшін осы криптография ғылымы пайда болған екен. Қазіргі кезде де осы криптография ғылымы кеңінен қолданылады. Криптография ғылымының бір әдістерінің бірі бұл хештеу функциясы болып табылады. Хештеу бұл кез келген көлемдегі ақпаратты қайталанбайтын символдар тізбегіне айналдыру жолын айтады. Мысалға айтатын болсақ, бұл хештеу функциясына біз қазіргі кезде сайттарға сондай бір регистрация жасаған кезінде өзіміздің логинімізді, паролімізді, жалпы өзіміз туралы толық данныйларды енгіземіз, бірақ соның ішінде біздің мынау пароліміз ешкімге көрінбеуі керек. Тіпті ол сайттың егесіне де. Мысалы сіз Инстаграмға тіркелсеңіз де, мейлі басқа сайттар болсын, сіздің пароліңізді ешкім көре алмауы керек. Мысалы сайттың егесі сіздің логиніңізді, сіздің аты жөніңізді, сондай маңызды ақпарат, сондай ақпараттарды біле алуы мүмкін, бірақ сіздің пароліңізді ешқашан біле алмайды. Себебі сіздің пароліңізге осы хештеу функциясы қолданылады екен. Мысалға айтайық, сіздің логиніңіз Дамир болатын болса, ал пароліңіз Дамир 2023 болатын болса, ал сіздің пароліңіз Дамир 2023 болатын болса, онда мына жақта сіздің пароліңізді сайтта осындай сияқты бір символдардың тізбегіне осы хештеу функциясы арқылы айналдырып тастайды екен. Яғни сайттың егесі сіздің пароліңізді көре алмайды. Осындай істенеді екен. Осы хештеу функциясы арқылы жүзеге асады. Кеттік біз келесі блокчейн ұғымымен танысақ. Блокчейн қазіргі замандағы ең озық технологиялардың бірі. Жалпы негізінде бұл блокчейн деректер қоры болып табылады. Бірақ сондай бір деректер қорының түрі бұл бұны взломать ету, жалпы бұның ішіндегі ақпараттарды ұрлау, өшіру, өңдеу деген сияқты нәрселер мүлдем мүмкін емес. Сондай бір қауіпсіздік жағынан өте мықты технология болып табылады. Міне сондықтан да блокчейн технологиясы қазір мынау қаржы саласында да кеңінен қолданылып жатыр. Бұны мысалы қазіргі біздің білетін биткоин бар ғой, сол биткоин осы блокчейнді қолданады екен. Жалпы блокчейннің қарапайым деректер қорының айырмашылығы бұл жақта ақпараттар блоктарға сақталады екен. Мысалы деректер осы блоктардың ішіне сақталады және блоктар бір-бірімен тізбек арқылы байланысады екен.
Қарапайым деректер қорында мысалға айтатын болсақ SQL бар, иә. SQL-да деректерді біз кесте түрінде сақтаймыз. Ал блокчейнда деректерді блоктарда сақтаймыз. Және блоктарды бір-бірімен тізбек арқылы байланыстырады екенбіз. Мысалға айтатын болсақ, біз бір блокты осылай создать етейік деп айтайық. Мысалы, бір блокты осылай құрамыз. Және осы блоктың ішіне қандай да бір ақпаратты сақтағаннан кейін, оның алдыңғы блоктарға тізбек арқылы байланыстырады екенбіз. Бұл осы иерархиялық жолмен бір-бірімен тізбек арқылы осылай тоқтамай байланысып кете береді. Жалпы блокчейннің осы тізбек арқылы байланысуы, хештеу функциясының қолданылуы, блокчейн хештеу функциясын қолданады. Осы хештеу функциясының қолданылуы, тізбек арқылы байланысуы блокчейнді ең қауіпсіз деректер қоры қылып жасайды екен. Әрбір блокты біз создать еткеннен кейін, оның ішіне біз қандай да бір ақпаратты сақтаймыз, қандай да бір деректерді сақтаймыз. Және деректерді сақтап болғаннан кейін біз оған ішіндегі деректерді осындай хештеу функциясы арқылы хештеп тастайды екенбіз. Мысалы, сіздің бір үлкен компанияңыз бар деп айтайық. Сіз өзіңіздің компанияңызда белгілі бір құжаттар бар. Оны ешкім көруге болмайды, ешкімге оқуға болмайды. Сіз оны аласыз да осы блокчейннің ішіне сақтап қойсаңыз болады. Бір блокты ашасыз, сол блоктың ішіне өзіңіздің құжаттарыңызды салып қоясыз. Блокчейн алады да оны хештеп тастайды. Осылай хештеп сіздің құжаттарыңызды тек өзіңіз ғана кіріп көре аласыз, ал басқа адамдар оны көре алмайды. Басқа адамдарға осындай I3G12 деген сияқты болып көрініп тұрады. Содан кейін, мынау бір блоктағы тұрған хеш екінші блокпен ешқашан сәйкес келмейді. Яғни әрбір блоктағы хеш уникальный болып табылады. Бұны біз саусақ ізімен жаңағыдай салыстырсақ болады екен. Содан кейін қараңыздар. Мысалы, біз бірінші блокты алдық, ол блоктың хеші I3G12 деп тұр. Бұл уникальный осы блокқа ғана осындай хеш беріледі. Одан кейін біз екінші блокты аламыз, ол A00AG22 деген осындай бір блок бар. Осы блоктың ішіне бірінші алдыңғы блоктың хеші сақталады екен. Мұны блокты создать еткеннен кейін, біз осы блоктың ішіне бірінші осының алдыңғы блоктың хешін сақтаймыз. Содан кейін барып ішіндегі ақпараттарды хештеп, осындай бір хеш қояды екенбіз. Одан кейін біз тағы да бір блокты сақтаған кезінде, үшінші блокты ашқан кезде, құрған кезде, оның алдыңғы блоктағы хешті сақтаймыз. Ол бізде I3G12 дегенде, 0AG22 дегенде мына жерге сақтап қояды екенбіз. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Осылай иерархиялық жолмен бір-бірімен кете береді. Міне осы хештеу функциясы осылай бірінің ішіне екіншісінің осындай хеші жазылу бұл блокчейнді қауіпсіз етеді. Неге қауіпсіз етеді? Қараңыздар. Мысалы, бір хакер келді де, мынау екінші тұрған блокты взламать еткісі келді делік. Осы тұрған екінші блокты взламать еткісі келді. Ол келеді да, мына блоктың осы хешін өзгертеді, немесе оны алып, жаңағыдай удалить етіп жіберуі мүмкін. Сондай бір нәрселер қолдануы мүмкін. Бірақ ол қолданғаннан кейін, одан кейінгі жалғанып тұрған блоктар бар ғой. Өйткені мынадан кейінгі жалғанып тұрған блок, мынау алдыңғы блоктың хешін сақтайды өзінде, мынаны сақтап тұр. Бұл жалған болып кетеді. Және одан кейін мыналардың барлығы бір-бірімен тізбек арқылы байланысқан болғаннан кейін, біреу жалған болғаннан кейін барлығы да жалған болып, жаңағыдай доступ бермей қояды, солай взламать ете алмайды екен. Бұл осылай тізбек арқылы байланысуға хештеу блокчейнде ең біріншіден осы қауіпсіз етеді. Ал екіншіден блокчейнді қауіпсіз етудің жолы бұл бір деңгейлі желі құру болып табылады. Осы бір деңгейлі желі құру дегенмен танысайық қазір. Бұған қарапайым мысал келтірсек болады. Бұл банк жүйесі, банк қазір бізде көп деген банктар бар ғой, сол банктардың жұмыс жасау мысалы ретінде айтсақ болады. Мысалы, біз өзімізде тұрған барлық ақшаларды қазір банктарға сеніп тапсырамыз, сол банктарда сақтаймыз. Бірақ та мына бизнесмен ағаларымыздың айтатын сөздерін тыңдайтын болсаңыздар, олар айтады, ақшаларыңды банкта сақтамаңдар дейді. Неге? Себебі, егер соғыс болып кеткен жағдайда, Құдай сақтасын, сонда әртүрлі бір жағдайлар болатын болса, сіздің ақшаңызды алмай қалу ықтималдылығыңыз бар, ондай нәрсе тарихта бірнеше рет қайталанған. Сондықтан мынау үлкен бизнесмен ағаларымыздың айтатын нәрсесі, ол ақшаларыңды банкта сақтамаңдар. Ол жаңағыдай қауіпсіз емес, сіз ақшаңыздан кез келген уақытта айырылып қалуыңыз мүмкін дейді. Міне сондықтан да блокчейн технологиясы бұл қаржы саласына келген. Блокчейнде біз өзіміздің ақшаларымызды сақтай аламыз.
және блокчейнде сақталған ақша оны басқа біреу ұрлап алу, сіздің ақшаңыз жоқ болып кетуі деген сияқты мүмкін емес. Сіздің ақшаңыз ол жақта мәңгі сақталып тұрады, және оны басқа біреудің келіп өзгертуі, жаңағыдай ұрлауы мүмкін емес. Осы сіздер білесіздер, жақын арада ғана осы 1-2 жылдың көлемінде кәдімгідей біз танитын банктардың бірін кәдімгідей взломать еткен болатын. Сондай болмау үшін осы блокчейн технологиясы құрылған екен. Енді бұл қалай жұмыс жасайды, сол туралы айтып кетейік. Мысалы, біз жерде былайна айтайық, блокчейнде ақша айналымы қалай жүреді, соны талқылайық қазір. Мысалы, бізде Арман, Марат, Жанбол, Елдос деген осындай 4 дос бар. Олар өзара осындай бір деңгейлі желі құрады. Жалпы блокчейннің құрылу мақсаты бұл делдалдарды жоғалту, делдалдарды жою. Делдал деген кім? Мысалы, бізде банк делдал болып саналады. Үшінші тұрған адам, біз бүкіл ақшамызды соған сеніп тапсырамыз. Міне осындай нәрсені жою. Мысалы, біз кез келген бір досымызға ақша аударатын кезімізде банктарда біз бірінші банктен ақшаны аударамыз, банкқа айтамыз, осындай менің осындай досыма ақша аудару керек. Ол банк алады, сіздің ақшаңызды алып досыңызға аударады. Бұл ортада осындай банк тұрады. Осындай нәрсені делдалдарды жою үшін бізде осы блокчейн құрылған. Мысалы, бізде қазір Арманнан Жанболға ақша аударуды процесін көрейік. Арман Жанболға 100 000 теңге ақша аударғысы келді делік. Ол үшін не істейді? Арман тұрады да бірінші ол осындай блок создать етеді. Осындай блок құрады. Және ол блоктың ішіне өзінің қанша ақша аударатынын, кімнен аударатынын, кімге аударатынын деген сияқты осындай бір ақпараттарды жазады. Жазып болғаннан кейін Арман тұрады да мен осыған Жанболға ақша жіберейін деп жатырмын деп Маратқа, Жанболға, Елдосқа осындай жаңағыдай рұқсат сұрайды, осындай жібереді, осындай запрос жібереді. Содан кейін Марат, Жанбол, Елдос үшеуі егер жаңағыдай рұқсат берсе, онда мынау 100 000 теңге Жанболға аударылады екен. Яғни барлығы жаңағыдай птичка қою керек, барлығы деп рұқсат беру керек. Содан кейін Арманда тұрған ақша Жанболға аударылады. Және ақша аударылғаннан кейін осы блокта сақталған, Арманның блогында сақталған дерек Мараттың да, Жанболдың да, Елдостың да компьютерінде осылайынан пайда болады екен. Блокчейннің технологиясы осы міне. Делдалдарды жояды. Бізде делдал, мысалы, бағана кезде банк болатын болса, қазір банк жоқ. Бұл жерде тек қана Марат, Жанбол, Елдос бар. Бұлар бірақтан бір-бірімен жаңағыдай рұқсат беру арқылы осындай тек қана ақшаларды бір-біріне аударып отыра алады. Осы блокчейннің қазіргі кездегі технологиялардың бірі. Олай болса кеттік, енді тест талдап көрейік. Тест болғанда міне осындай бір сұрақ бар екен. 16-шы нұсқада 16-шы сұрақта келген. Қауіпсіздік, қашықтықтық, қорғалғандық артықшылықтары бар технология ол бізде блокчейн, жауапты болады екен. Достар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Жалпы блокчейн тақырыбын осымен жабамыз толық. Енді мен қандай видео түсірсем де, мейлі ол теория болсын, мейлі ол практикалық сабақ болсын, мен барлығын кітаптан аламын. Бірақ таза кітаптың тілімен сөйлемеймін. Өйткені егер мен тек кітаптың тілімен сөйлейтін болсам, онда сіздер түсінбей қалуларыңыз мүмкін сабақты. Өйткені кітапта енді кішкене дұрыс аударылмаған деп айтамын ба, білмеймін. Шынымды айтсам, мен енді кітапты оқыған кезінде қарадым, біраз жерлерін орысша сайттардан, тіпті орысша кітаптардан копировать етіп, ставить етіп жүрген жерлерде бар. Бірақ өкінішке орай сіздерге тест кітаптан келеді. Сондықтан кітапты бір оқып шығыңыздар. Мен енді сіздерге осы видеоның мақсаты бұл тақырыпты түсіндіру, ашып беру. Кітаптағы бар нәрселердің бәрін айттым, бірақ сонда да кітапты бір оқып шығыңыздар. Ол жақта кішкене теория сәл кішкене өзгертіліп жазылған енді. Кітапқа осы видеоның астына сілтеме қойып кетемін. Сол жерден кіріп скачать ете аласыздар. Қай беттен оқу керек екенін тоже жазып қоямын. Олай болса, сабақ аяқталды. Арнаға жазылуды, яғни подписаться етуді, комментарий жазуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сондай колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі сабақ шыққан кезде сіздерге уведомление келіп тұрады.